Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін өте дәмді баклажан салатымызды әзірлейміз. Бұл салатты тяшин язик деп те айтылады. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен салатымызды әзірлеу үшін бізге баклажанымыз қажет. Баклажандарымызды жақсылап жуып алып, екі шетін алып тастаймыз. Және баклажандарымызды ұзын шағып турап аламыз. Бірінші тураған шетімізді алып тастаймыз. Қалған шеттерін барлығын ұзын және жұқа ғып турап дайындап аламыз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай бірінші кескен баклажандарымызды алып тастап, қалған шеттерін бәрін жұқа ғып турап дайындап аламыз. Осылай барлығын турап дайындап алдық. Енді турап дайындап алған баклажандарымыз ыдысымызға салып, 2 қасық тұзымызды салып, су құйып, бір жарты сағат, 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Баклажанның ащылығы барлығы шығып кетеді. Осылай 1 сағаттан кейін таза шашығымызды алып кептіріп қоямыз. 15-20 минутқа кептіруге қоямыз. Суы сырғып кебеді. Кепкесін баклажандарымыздың бәрін ыдысымызға салып, бірінші жұмыртқамызға тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай баклажандарымызды ұнымызға бірінші араластырамыз, екінші жұмыртқамызға, үшінші корейский панировочный сухарикке айналдырып, осылай қуырып істесеңіздер, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ұнымызға жақсылап араластырамыз, екінші жұмыртқамызға, үшінші корейский панировочный сухарикке айналдырып дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызды, міндетті түрде қызып тұрған майымызды екі бетін аудара отыра қып-қызыл ғып қуырып аламыз. Міндетті түрде майларыңыз қызып тұрсын, немесе барлығын баклажан өзіне сіңдіріп алады майын. Осылай қып-қызыл ғып қуырып аламыз. Екінші дайындап алған баклажандарымызды да саламыз майымызға. Осылай екі бетін аударып отыра қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Осылай баклажандардың барлығын қуырып дайындап алдық. Енді ортасына салмасын қосамыз. Мен салмасына салатный лист пен помидор қосамын. Енді соусын дайындап аламыз. Бірінші майонезімізді және ашып дайындап алған чесногымызды майда осылай езетімен езіп, бұндай езгіштеріңіз болмаса майда қылып турасаңыздар да болады чесногымызды. Осылай соусын дайындап алдық. Енді баклажан салатымызды жинаймыз. Рулет сияқты ғып дайындаймыз баклажанымызды. Ең алдымен баклажанымызды алып, дайындап алған соусымызды жағып, ортасына салатный лист пен помидорымызды қойып, жақсылап жинап аламыз. Рулет сияқты ғып жинаймыз. Бірінші баклажанымызды алып, соусымызды жақсылап жағып, салатный листіміз бен помидорымызды қосып, жинаймыз. Рулет сияқты. Сіздерге тағы көрсетіп жатырмын. Баклажанымызды аламыз. Салатный листімізді, помидорымызды салып, жақсылап жинаймыз рулет сияқты. Осымен кереметтей баклажан салатымыз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, әрі барлық жанның көңілінен шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.